Армысыздар, эфирде Риясыз әңгіме, сіздермен әдеттегідей мен Бекбол Мырзахан, ал біздің студиямызға кезекті кейіпкеріміз жайғасып үлгерді. Бүгінгі біздің қонағымыз Ақсу ферроқорытпа зауытының балқытушысы Қуандық Мұратбек. Қуандық, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз? Керемет. Енді толқу кішкене қобалжу бар ма? Жоқ, ондай қатты не жоқ. Енді сіз өзіңізден балқытушы деп жатырмыз ғой. Жұмысыңыз басталмас бұрын енді аса бір сенімділікпен енді кірісесіз ғой. Сондай сенімділікпен біздің бағдарламада қазір ашық шынайы әңгіме өрбітесіз деген үміттеміз. Келістік қой? Келістік. Енді осы креслоға отырған адамдар бір уәде береді, ешқандай барлық ақпаратты бөгей шүйесіне дейін бүкпесіз айтып берем деген. Уәде бересіз бе? Уәде берем. Керемет. Қуандық, енді сіздің осы жұмысыңызға ең әуелі тоқталайықшы. Сіз қазіргі уақытта Ақсу ферроқорытпа зауытында балқытушы болып жұмыс істейсіз, иә? Енді бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Неге осы өнеркәсіпті таңдап отырсыз? Енді мен бұл мамандықты таңдау себебім, өзім бала кезінде колледжде өзі балқытушы мамандығын оқыдым. Одан кейін әскерге барып келдім. Келгеннен кейін сразу енді өзімнің ағаларым сол заводта істеп жатқаннан кейін өзімде сол ағаларым жолын қойын деп сол заводқа кірдім. Қазір ағаларым қасындамын. Енді балқытушы жұмысы енді қиын болғанымен төзімділік керек, табандылық керек деген сияқты. Ақырындап істеп жүріп отырмыз енді. Балқытушы жұмыс оңай емес, енді былай қарап тұрсаңыздар сырттан оңай сияқты, бірақ енді мықты жігіттерін істейді деп қана ойлаймын ол жерде. Енді соншама градустың төзімділігі енді бұл енді шынымен де адам сенгісіз жайт. Енді қандай профилактика жасайсыздар енді бұл оқыс оқиғалардың алдын болдырмас үшін деген сияқты? Иә, енді ол үшін бәрі керек қой енді. Бізге арнайы не береді, костюм береді, ыстық өтпес үшін. Техниканың басында бәрін түсіндіреді. Осылай деп енді. Қауіпсіздік жоғары деңгейде. Иә, қауіпсіздік жоғары деңгейде. Бәр жерде камера бар. Бастықтарымыз да бар, енді айтып отырады бәрін. Соғылын ала. Жұмысыңыз енді осы цехтағы ең қиын сіздері шығар енді? Ең қиын біздікі де ойлаймын негізі өзім. Енді ол балқыту ісі дегенде енді сіз не істейсіз, қандай өнімдерді шығарасыз? Біздің цех енді хромды шығарады көбінесе. Қалай енді айтсам. Бірінші балқытады оны. Енді ыстық пеш болады. 8 пеш бар біздің цехта. 8-де жұмыс істеп тұр қазіргі уақытта. Сол әр бригадада өз каждый пеште 5 жігіттен болады. Сол 12 сағат сайын істейді бәрі. Сол әр бригаданың өзінің планы болады деген сияқты. Дәл қазір сіз бізге бағдарламаға осы түнгі ауысымнан келіп отырсыз, қателеспесек, иә? Иә. Енді кішкене ауыр емес пе сәл енді? Енді ауырлау болған, мен шыдап отырмыз, келдік. Сыйлап шақырғаннан кейін сыйлаған жерден қалма дейді. Сол. Қанша градусқа дейін шыдауға енді тура келеді? Енді жазды уақыт өте қиын болады негізі. Әсіресе жаңа істеп жатқан жігіттерге көбісі шыдамай шығып кетіп жатады. Жазды уақытқа бір 55-60 градусқа дейін барады, өтір айтпасам. Ал енді қысқы уақытта сәл енді? Қысқы уақытта енді біраз жеңілдеу болады. Қыста енді суықтықпен кішкене сезілмейді да. Сіздің осы мамандық таңдауыңызға ағаларыңыз түрткі болды, иә? Ағаларым түрткі болды. Осы мамандық сенің болашағыңды ашады. Ертеңін өзің ары қарай алып кететін мамандық деген сияқты. Олар да балқытушы ма? Олар да балқытушы. Яғни сіз басқа мүмкін енді дәнекерлеуші, слесарь деген сияқты осындай мамандықтар таңдамай, иә, тікелей балқытушыға барам деп шештіңіз, иә? Шештім. Үй ішіңіз қалай әсер етті? Мүмкін олар басқаша ойлаған шығар, мүмкін дәрігер бол деп айтқан шығар. Иә, енді ата-анам қарсы болды негізі. Қайтесің ыстық. Ағаларың жетеді деді ме? Иә, ағаларың жетеді. Денсаулығыңа зиян ғой деген сияқты айтты. Енді істедік, енді шыдап жүрміз. Бәрі жақсы.
денсаулыққа да қарау керек деген сияқты. Оның бәрін алдын ала ойлап қарастырып жүрміз. Енді Қуандықтың балалық шағына оралайықшы. Қуандық қай мектепте, қай жерде оқыды, қай жерде дүниеге келді? Мен өзім Семей облысы Үлкен Бөкен ауылы деген жерде дүниеге келгем. 2005 жылы осы Ақсу өңіріне келдім. Үштерек ауыл деген жерге. Сол жерде 2-ші сыныптан бастап оқыдым, 9-ші сыныпқа дейін. Сол жерде қалдық қой өзі. Ата-анаңыз? Ата-анам Семейдікі. Ол кісілер де осы жаққа көшіп келді? Осы жақта бәрі. Иә, бәріміз бірге 2005 жылы көшіп келген болатынбыз. Мектепке бардыңыз? Мектепке бардық. Мектеп бітірдік. Ақсуда да колледж бар. Сол жерді бітірдік. Одан кейін әскерге бардық. Әскерден келгеннен енді құрбос жүретін емес. Жұмысқа кірдік сол заводқа. Енді Қуандық мектеп кезінде деп енді бірден өте шықтық. Мектеп кезінде бар қызықтың бәрі мектеп кезінде орын алады. Енді спортпен айналысып жүрсіз қазіргі уақытта. Мектеп кезіңізде осындай жарыстарға қатысып едіңіз? Иә, мектеп кезімде жарыс күрестерге қатысып жүретін. Өзі 7-ші сыныптан бастадым ғой, былай айтқанда. Өзім алдыма мақсат қойып, осы күреспен көрейінші деп бір. Қасымда жолдас балаларым да күреспен айналысқаннан кейін бірге солармен еріп дайындалдым. Құдайға шүкір, қазір нәтиже бар. Осы спорт жағымен жүріп жүрміз қазір. Ауылдарыңызда өтірік айтпасам, күрес үйірмесі қарқынданбаған, Қарқынданбаған. Бізде спортшылар жетеді ауылда. Енді мен деген жігіттердің бірлері бар. Солармен дайындап отырмыз. Бұйырса енді осы жыл Қазақстан барысына іліне алмадым. 2024-ке бұйырса алдымызға мақсат қойып соған дайындап отырмыз. Зауыт тарапынан жарыстарға шығасыз ғой? Иә, өзім зауыт тарапынан шығып отырмын. Алдыңғы жылы Ақтөбеде Евразия ойындары деген болды. Сол жерде күрестім, өзім бағымды сынадым. Қай орын? Үлкен салмақта күрестім, 100+-та. 2-ші орын алдым ол жерден. Сосын осы жақында Ақсу қаласы мен зауыттың несі? Сайысы болды енді? Сайыс емес, күні недер? Денсаулық күні? Жоқ. Туған күні деп. Ақсу күнінен. Сол кезде зауыттың атына қатыстым тоже. Зауыт батыры деген. Ол жерде енді ауыр атлетика болды. Ауыр темірлер көтеру деген сияқты. Вот соны көтердім. Сол жерде 2-ші орын алдым зауыттың атынан. Сол. Сонда сіз ауыр атлетикамен айналысасыз ба? Ауыр атлетикамен айналысам. Қай түрмен оны сонда ауыр атлетиканың? Енді ауыр темірлер көтеріледі. Зілтемірді көтеріледі? Зілтемірлер, иә. Қуандық, осы ретте сіз енді зауыттың атынан шығып, зауыттың намысын қорғап жүрсіздер. Бұл ретте сіздің әріптестеріңізде сіз туралы бір-екі өзінің пікірін айтқан болатын. Экранға жер салсақ, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен Қуандықты осы мектеп кезінен білем. Бірге жұмыс істеп жүргенімізге бір 3-4 жылдың шамасы болды. Қуандық өзін тек қана жақсы жағынан көрсетіп, ұйымшыл, осы бригада және коллективтің ішінде ең қарапайым, жақсы, өзінен спорт жағынан ғана басқа бір жаман жерлерде көрген жоқпын. Тек қана сол бірдеме болса келіп көмектеседі. Ол өте мықты жігіт. Енді Қуандықты өзім 5 жылдан аса танимын. Өте жақсы жігіт, жұмысын жақсы атқарады, жұмысына адал. Енді жас маман иесі ғой енді. Ылғи да спортқа қатысады, әрдайым жүлделі орындар алады. Енді Қуандық өсе берсін ары қарай, тек қана биіктерден көрейік. Отбасымызға келетін болсақ, ағамның жауапкершілігі өте мол, әкемнің жалғыз із басары. Артынан келе жатқан іні бауырларына, қарындастарына бір жол сілтеп, нағыз ер азаматтың үлгісін көрсетуде. Иә, Қуандық, енді міне жаңа ғана көрдік, бағдарламамызды жалғастырсақ. Жалпы енді әріптестеріңізбен қаншалықты осы жақын қарым-қатынастасыздар? Енді бір отбасы сияқты жұмыс істеу керексіздер ғой? Иә. Енді әріптестерім жайлы айта кетсем, енді біздің бригадада жігіттер болғаннан кейін бәріміз аға бауыр сияқты болып кеттік.
әр бригада 4 бригада бар, 4 бригаданың өз біздің жігіттер енді аға бауыр сияқты болып кетті солай. Бір-бірімізге жақынбыз, көмек керек болса қол ұшын созамыз, қай жерде болсын қолдаймыз бір-бірімізді. Осы бригададан сен ғана ма спортпен былай зауыттың атынан шығып жүрген? Жоқ, тағы да басқа? Жоқ, бар балалар. Зауытта бар мықты жігіттер. Өзім бригадамда да бар. Енді айтып өтші, неге күрес? Неге спорттың басқа түрі емес? Күрес енді дене бітіміңе байланысты таңдаған жоқ шығарсың енді? Жоқ, дене бітіміме таңдаған жоқпын. Енді қасымдағы жолдастарым және де айтып кеттім ғой. Еліктеп кетті. Өзім де бала кезімде қызығатынмын. Телевизордан Қазақстан барысын көріп, өзі каждый жыл сайын шығатын нәрсе бар. Көріп қызығатын, мен де осылай шықсам ба деп. Сосын жолдастарым дайындалып жүргеннен кейін мен де дайындалайыншы. Бір бағым жанып кететін шығар деген үмітпен қатыстым. Сол өзіме ұнады, қазіргі уақытқа дейін дайындалып отырам. Енді кімге еліктедің көбінесе? Бейбіт Ыстыбаев, Айбек Нұрғаланов деген сияқты жігіттер. Иә. Семей, енді өзім туған жерім Семей болғандықтан семейліктерге көп болеть еттім енді. Әсіресе кімге? Әсіресе енді Бейбіт Ыстыбаев, Айбек Нұрғаланов деген сияқты. Руслан Әбдіразақ деген жақсы фавориттер бар ғой енді. Оның бәрін айтып отыратын емес. Енді ағаларымыз ғой, солардың жолын қусақ па деп отырмыз. Биыл Қазақстан барысында біздің өкіліміз Мұхтар Ерелхан 3-ші орын алды. Онымен белдесіп үлгердің бе? Белдесіп көрген жоқсың ба? Енді онымен белдесіп үлгергенде үлгердім, қаланың ішінде ғана. Бұлай сырт жақта көрген жоқпын. Енді ол біздің енді жолдас балаларымыз өте жақсы, мықты бала. Өзі шыққанына мен қуандым, орын алғанына да қуандым. Өзіміздің жолдас дос бала ғой енді, қалай дегенмен. Сол бұйыртса енді келесі жылы сол сияқты шықсам ба деп отырмын Қазақстан барысында. Енді шынымен де біз енді күтпеген жайт болды. Осы Мұхтар бауырымыздың орын алғаны, иә. Дегенмен де сен Қазақстан барысын үзбей қарап отырған кезде бір фаворит болды ма? Айқын. Мынау шығады деген ба? Иә, мынау шығады-ау деген. Иә, болды. Маңғыстау қара бура деген шығады деп ойладым мен. Ол финалға дейін шықты енді. Ғалымжан Қырықбайға өзі түсіп қалды. Белдесуге дейін барды ғой. Негізі сол бірінші орын алды деп ойладым өзім. Керемет. Енді Райым, саған да солай енді осы Қуандық жеңеді-ау деген үмітпен кішкентай балалар қарайды деген сенеміз. Енді Қуандық айтып өтші, белгілі бір өзіңнің тактикаң бар ма? Қандай әдістерді көбінесе ұстанасың деген сияқты? Иә. Ол енді әртүрлі әдіс болады ғой. Өзіміздің каждайымыздың бір корона дейді ғой негізі. Өз қазақ күресінде. Ол болады каждый адамда. Сонымен енді шығамыз ғой. Сенің корона қандай? Коронам енді жамбас қой. Жамбас? Жамбас деп айта алады. Бұл енді көбінің коронасы емес пе, жоқ әлде? Көбінің коронасы ғой енді. Сол момент пайда болған кезде қаншалық жиі пайда болады жамбас? Жамбасқа бермейді ғой негізінде, біледі ғой спортшылар. Енді олмен басты жұмыс ету керек, біраз техника керек, физика керек деген сияқты. Соның бәрін баспен ойлап күрескен кезде ойлап отырамыз. Қуандық математиканы қалай енді былай жақсы көрген сәттерің болды ма, жоқ әлде гуманитарлық бағытқа қарай кішкене басымсың ба, жоқ әлде қалай? Математика жағынан енді шынымды айтайын қатты болмадым енді. Өзі түсінбейтін математика, физика дегендер. Енді өзіміздің тарих жайлы, қазақ тілі жағынан енді жақсы болдым. Гуманитарлық бағытқа қарай кішкене басымсың. Иә. Түсінікті. Енді мектеп кезінде енді бұзық болдың ба? Енді спортшымын деп. Енді мектеп кезінде енді болады ғой, жастық шақпен, балалық шақпен жынылықтар болады деген сияқты. Директордың алдына дейін барды деген сияқты. Ондайлар болды. Жалпы бұзық болдың. Қандай бір жағдайлар болды? Енді мұғалімнің сөмкесіне бақа салып жүреді деген сияқты. Жоқ, ондай емес енді. Өзім балаларға тиісіп жүретінмін. Жай жүріп тиісіп жүретінмін өзім.
сондай бала болдым. Қазір енді оның бәрін қойдық қой. Кешірім сұрап. Иә. Деп па. Қазірдің өзінде көргенде де бірімізді өріп, еске алып, оның бәрі балалық шақта қалатын нәрсе ғой. Үй іші отбасын құру деген ой жоқ па қазір? Үй іші отбасы құру дегенде өзім аз үйленгем негізі. Үйленген? Иә, бір балам бар. Сол. Қашан той болды? Той алдыңғы жыл болды осы июнь кезінде. Енді қандай сезім болды енді? Сен енді бір басқа әлемге енді қадам бастың деге. Иә. Енді өзің айтып өтсең енді өзің әсеріңді. Енді түйдеу қалай айтсам, жасымыз келді деген сияқты, енді жасымыз 24-ке келді. Жас келгеніне ғана емес шығар енді. Жоқ, енді үйдің жалғыз болғаннан кейін өзімнен артымда 2 қарындасым бар. Енді үйдегілердің де жасы келе жатыр деген сияқты, оларға да келін керек деген сияқты. Енді таңдап жүріп бір қыз алдық қой енді. Қазір енді жауапкершілік 2 есе 3 есе артты дейсің ғой. Иә, жауапкершілік кішкене жындылықты қойып алдымызда бір мақсат қойдық. Менің айтпағым, иә, сіздің білесің айтпаймын. Менің айтпағым енді сен қазір енді отбасын құрсаң, сен спортты алып жүрсің. Оның қасында сен енді бақытты болып жұмыс істесең. Оның бәрін қалай үлгеріп жүрсің? Баланың енді бала қарау деген дүние де бар. Оның бәріміз білеміз. Иә. Енді бізде сменамен ғой, день-ночь дейді ғой енді. 12 сағаттан 2 күн боспыз. Бос болған кезде кешкісін дайындаламыз. Енді одан бос уақытта сол үйдегілермен өзің балармен уақыт өткізіп деген сияқты. Одан қасам жаққа достарың шақырады. Одан қасында достарың шақырады, оларға да біраз уақыт бөлесің. Енді тірлік болғаннан кейін, еркек болғаннан кейін анда барасың, мында барасың. Сол. Қиын ба? Қиын деген, үйренесің оның бәріне, өмір болғаннан кейін. Керемет. Енді отбасың, анаң, әкең осы қай салада еңбек етті, мүмкін ағаларыңның енді артынан баруыңа енді қарсы болғанын айттың, иә? Бір дегенмен де баталарын берді. Иә. Енді бұл кісілер мысалға мүмкін зауытта жұмыс істемеген шығар, мүмкін басқа салада еңбек еткеннен кейін осындай саған пікірін айтқан шығар. Енді негізі менің анам өзі зауытта істейді, аспазшы болып. Біздің неміз жұмыс орнымызда істейді, бізге тамақ береді деген сияқты. Ал әкем негізі қарсы болған, зауытқа кірмей қой қайтесің. Одан да физрук оқысайшы деген сияқты. Сен күреске барасың, қара жұмыс істеп қайтесің, ана жақта лучше спорт жағында жүр, либо басқандай бір таза отыратын орындықта бір деген сияқты. Сол жақтан көрінсейші деген сияқты айтқан болдым. Оған енді ағаларымыз болмады, осындай жұмысқа кірсейші қайтесің оны. Одан кейін көресің, ұнамай жатса шығасың деген сияқты. Сонымен қалдық қой сол жерде. Ұнады өзіме, иә. Өзім енді сыртынан былай көріп жүрміз ғой зауытты да. Видеолардан, инстаграм желілерінен, подписчик осындай, пештің қасына қызығып өзім бардым, көрдім, істедім. Қолдан келетін нәрсе. Жүрміз енді. Жалпы жұмыскерлерге қаншалықты жағдай жасалған? Жалпы жұмыскерлерге бүкіл жағынан жағдай жасалды ғой қазір. Не керек, бәрі бар. Бәрі бар. Қазіргі жағдайда үйде беріліп отыр, жас отбасыларға деп. Денсаулық қарайтын болса, денсаулық не бар, өздеріне жеке ақша бөлініп, өздері қаралатын орын бар. Бір сөзбен, барлығы тамаша. Бәрі бар. Керемет. Қуандық, хоббиің бар ма сенің? Анда-мында уақыттарың жұмсап жүрсің ғой енді. Өзіңнің енді жекесіңе, сүйіктісіңе уақыт алып отыр. Мен енді жеке хобби дегенде ауылда боламын көбінесе өзім. Көкпар ойнаймыз. Жеке хоббиім деп енді соны санаймын өзім. Жылқы отырғанды жақсы көремін. Аңға шыққанды жақсы көремін. Қаншалықты жиі шығасың аңға? Енді көбінесе қыс кез ғой. Жаз кезінде. Қансонар? Қансонарда. Жаз кезінде сол көкпар деп жігіттермен
жүреміз. Нағыз қазақи жігіт екенсің сен. Көкпар ойнайсың, қазақ күресі, отбасы, завод деп. Керемет, тамаша. Бұдан басқа қандай істерің бар? Мүмкін ән айтқанын жақсы көріп жүрсің. Мүмкін тағы да басқа. Жоқ, енді ән жағында енді өнер жағында дейші, өнер жағында. Өнер жағында жоқпын енді. Өнер жағында жолдастарым болды қазір. Олар Астанада бір тамада болып жүр. Бұлай сырттарынан таймыз, Құдайға шүкір келіп кетті. Тойымды өткізіп берді деген сияқты. Ондай достарым барына да рахмет. Жан жақта достарым бар, неше түрлі мамандықта. Енді өзім сол спорт жағына ұнағаннан кейін өз спорт жағында қалдым. Сол. Бос уақытым көкпар болды. Бос уақытым сол ауылда өз көкпар жылқы. Ауылдың тірліктері. Қаншалық жиі барасың қолға? Бос уақыт паразым, бос уақытымда барам. Қазір уақытта сен сонда отбасың ауылда? Отбасым Ақсуда. Ақсуда? Өзің ауылға жиі барып тұрасың? Өзім ауылда, иә. Қателеспесең, ауыл мен Ақсу екеуі ортасы жақын. Жақын, иә, 7 километр ғана. Күніне неше рет барасың? Күніне дегенде сол бос 2 күн беріледі ғой бізге енді, жұмыстан тыс. Сол 2 күнде шамайынша барып тұрамыз. 1-2 сағатқа болсын. Жұбайың ше? Енді қазір декреттік демалыста. Енді мүмкін бір мамандық еш шығар. Мүмкін заводтан болар? Жоқ, жұбайым декретте, иә. Қазір жұмыс істемейді. Мамандығы неме болды, ұмытып қалмағанмын. Маңызды емес, ең бастысы мен еркекпін, мен үйге ақша тауып тұрамын. Иә. Дұрыс түсінікті. Енді осындай қағидаға қалай қарайсың? Осындай көп адамдар осылай ойлайды. Әйел адамдар үйде отырсын. Қайтесің? Мен ақша табамын, сен осылай үйдің жылылығын, барлығын қамтамасыз етіп отырады. Иә. Енді оғанда мен де келіспеймін, әр адамның ойы әртүрлі ғой. Менің өзім ойым енді бала қарап, үйде отырып, біздің енді тамағымыз дайындап отырса сол дұрыс қой негізі. Енді әр адамның әртүрлі несі бар ғой. Енді біреуге жетіспейді деген сияқты, сен де жұмыс істе деген сияқты, ондай әңгімелер көп жерде болды негізі. Мен өзім енді жұмысым өзімізге жеткілікті болғаннан кейін баламды қарап өз үйде отырсам болды деп айтқан болдым өзімде. Қуандық, енді айтып өтсең, өмірлік ұстанымың бар шығар? Енді өмірлік ұстаным деген өмірге деген тура жол ғой енді. Ешкімді алдамау, отбасыма деген қорғаныш, артынан ерген бауырларыма түзу жол салу деген сияқты. Керемет. Енді артынан ерген бауырларымды өзің айтып қалдың. Бауырларында заводқа, жұмысқа барамыз десе, немесе өздерінің басқа ойлары болушы, мүмкін сен енді себепші боласың деген сондай ойлар бар ма? Енді артынан еріп келе жатқан бауырларым көп. Өзі бір 7-8 бауырым бар шығар еріп келе жатқан. Қазір екеуі колледжде оқып отыр, мен оқыған жерде. Олар да тоже сол мамандықты оқып отыр. Балықтаушы дейсің. Сендер балықтаушы династиясын құрып жатсыңдар ғой деймін. Иә. Енді бұйырса олар да бітіреді. Қазіргі кезде бос уақыттарында күреспен айналысып отыр олар да. Өзімнің арманым сол, артынан ерген бауырларым. Мен жетпеген жетістіктерге олар жетсінші деген оймен сол жерге апардым. Көрсінші, білсінші, өмір көріп, жер көріп деген сияқты, ел көріп деген сияқты. Сол көреміз енді, бұйыртса оқуларын бітірсін аман есен. Одан кейін әскер деген тірлік шығады. Сол жағына барып келсе, одан кейін көре жатармыз. Осы Үштеректің өзі бір завод сияқты. Бала оқуын бітіреді. Сосын колледжге барып, бақтушы оқиды. Оның кейін күреспен айналысады. Одан кейін әскерге барып кетеді, одан кейін заводқа кіреді. Енді былай қарап отырсақ, барлығы сондай ма? Жоқ, барлығы ондай емес. Енді былай қарап отырсақ, Ақсу маңайында ең жақсы ақша табатын жер ол завод болып тұр данный момент. Енді
бір 100% демеймін, бір 70% сол жерде маңайындағы халық заводта істейді. Сол. Бұл енді солай болу керек дүние. Бұл керек дүние енді. Ақша жағы жақсы болғаннан кейін бәрі сонда береді ғой енді. Жағдай жасалса, жақсы ақша төленсе, неге бармасқа? Иә, неге бармаймыз. Керемет. Енді Қуандық, қазіргі уақытта сенің дайындықтарың қалай жүріп жатыр? Мүмкін жуық арада бір үлкен жарыс болады шығар. Соған қазіргі уақытта бір қызу дайындалып жүрген шығарсың. Сол бұл ретте зауыт тарапынан осы дайындық бойынша көмек берілетін шығар. Уақыт беріледі деген сияқты, арнайы зал бар деген сияқты. Иә. Енді жуық арада жарыс жоқ, енді өзім дайындалудамыз. Енді алдымызда бір болып қалады ғой, сол болып қалады деген ниетпен дайындалып отырмыз. Егер мүмкін мысалға бір айдан кейін бір жерде мысалы бір жарыс өтеді. Бұл ретте зауыт тарапынан қандай бір көмек беріле ме? Иә, беріледі. Мысалы, бір ай деп өзіңіз айттыңыз, бір ай десе, бір 2-3 апта дайындалуға жұмыстан бізді босатады. Дайындалуға уақыт береді. Сосын іріктеу болады деген сияқты. Іріктеуден кім өтеді, сол зауыттың ішінде іріктеу болады. Иә, зауыттың ішінде іріктеу болады. Айтып тұрмын ғой, зауыт деген енді аты ғана болмаса, ішінде қаншама халық бар. Оның ішінде де қаншама спортсмен бар деген сияқты. Сол жерден келетін балалар. Әр феста өзінің енді жоқ дегенде бір 5-6 бала болды ғой. 5-6 баланың сол каждый бірінші шыққандары сол неге барады, жарысқа. Бәсекеге қаншалықты қабілеттісің? Бәсекеге деген енді менің салмағымда бар балалар. Енді мықтының мықты салады ғой, енді бағы жанғандар. Бақша болма дейді ғой енді. Сол, кім жақсы дайындалады, сол алады ғой енді. Жеңіспен қатар, жеңілісте қатар жүреді. Иә. Қалай қабылдайсың? Енді мен еш өкінбеймін. Әрине әрқашан дайындық керек. Дайындық болмаса мен ешқандай нәтиже болмайды деп ойлаймын өзім. Жеңіліс пен жеңіс сол жерде жүрді. Енді жеңілісте болып жатады. Енді ол арасында қатар жүретін нәрсе. Оған еш ренішім жоқ. Жеңіліс болса, одан ары дайындалғым келеді. Эмоция қаншалықты ерік бересің? Енді эмоция дегенде ондай қатты эмоция бермеймін. Наоборот, өзіме айтып отырамын іштей. Ошибкамды түзеп деген сияқты. Енді қайталамау керек деген сияқты. Сол жағына қатты жұмыс жасау керек болды. Сол жағына жұмыс жасау. Барынша сабырлы болу керек. Барынша сабырлы болу керек, иә. Бұл енді қаншалықты енді жүзеге асып жатады. Шынымен де кей сәттерде менің өзім мысалы спортпен шұғылданған кезде, мен жеңіліп қалған кезде мен де ойлайтынмын, жеңіліп қалсам жеңілмейді деп. Бірақ дегенмен де керісінше болып жатады. Эмоция мысалға бақылауда ұстай алмай жатады деген сияқты. Иә, әр адамның эмоциясы енді әртүрлі ғой. Болды сондай оқиғалар, жайттар болды ма? Енді болды, енді сабырлықпен өз басым шешіп отырамын. Енді әрқайсында әртүрлі эмоция болды ғой. Біреу жылап жатады, біреу өз-өзін ұстай алмай жатады деген сияқты. Енді қаншама жыл сайын дайындалып, тер төгіп, жалғыз күнде сенің тағдырың шешіледі ғой мысалы. Не болашақ, не артқа деген сияқты. Өміріндегі ең үлкен жеңіліс? Спорттағы өміріндегі? Енді ондай бір қатты нем болған жоқ. Ондай жеңіс болған жоқ? Ондай жеңіс болған жоқ. Тек қана алға? Тек қана алға деген мақсатпен. Сол ғой сен жетелеп бара жатқан, иә? Сол. Енді бұл мотивацияға отбасың қосылып отыр ғой? Иә, әрине. Ең бірінші отбасым ғой. Отбасым әрқашан қолдап отырады. Тек алға дайындал деп. Өзіңе көңіл бөл деп әкем айтып отырады. Ағаларым да айтып отырады. Дайындал. Неге мынау шықты, сен мына жерден қай жерің кем, сенді дайындал, көр, бағын сына деген сияқты. Керемет. Енді қазір сенде ұл, қыз? Қыз, иә. Керемет. Қызың енді болашақта енді спорт саласына барғанын қалайсың ба, жоқ әлде басқа салада еңбек еткенін? Енді өз әйелім айтады, өзі биші негізі әйелім. Сосын енді келіп сөйлесіп қаламыз, мамам да айтып қалады. Енді мамам
өзі айтады, әкесі сияқты күресетін қыз болатын шығар деп. Сол өзімді ойлап отырмын енді, күреске беретін. Күреске бересің ба қызыңды? Күреске беремін. Ол болса жарайды енді. Биге бара берсін енді. Қайтесің? Енді көреміз ғой, өсе келе қалай болады деген сияқты. Қалжың, иә, керемет. Дегенмен де алдағы уақытта енді отбасының тағында толығы болып жататын болса енді. Иә, бұйыртса. Егер енді еркек кіндігі келіп жататын болса, міндетті түрде күреске бересің ба? Міндетті түрде. Әкеңнің жолын қу деп пе? Әкеңнің жолын қу деп. Сосын кейін бақытты боласың. Негізінде сондай көп зауытта осы қайдан болады енді, әкесі жұмыс істейді, оның атасы жұмыс істеген енді, баласы да зауытқа кіріп жатыр деген сияқты. Сондай бір династия құру ойында бар ма енді? Жоқ, енді ондай династия қою ондай не жоқ, но бірақ көрдім мен ондай кісілерді. Көп негізі ондайлар. Таңғалатын шығарсың? Таңғалғам, басында кірген кезде таңғалғам. Мені әкем істеп отыр, не мен істеп отыр. Атам істегенде. Иә, не балам істеп отыр бұл жерде деген сияқты. Ондайлар көп бұл, сирек кездеседі зауытта. Керемет. Енді біздің бағдарламаны көріп отырған көрермендеріміз бар. Оның қатарында әлеуметтік желі арқылы, енді шыны керек. Бұл енді бағдарламадан телевизордан кейін YouTube желісіне салынады және сайтқа салынады. Бізді көріп отырған сен туысқандарың, отбасың бар. Енді соларға бір өзіңнің бір жылы лебізіңді білдіруге мархабат. Сонымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Енді өзімнің көріп отырған туған туысқандарыма, отбасыма сәлем жолдаймын. Өзімнің бірге істеп жүрген коллега, әріптестеріме, 2-ші цехтың 4-ші бригаданың жігіттеріне сәлем жолдаймын. Сол. Басқа жігіттер ренжіп қалмай ма? Достарыма дейсің ғой. Достарыма, таныстарыма дейсің ғой. Керемет. Қуандық, енді біздің бағдарламамызға келіп, осылай уақытыңды бөліп, түнгі ауысымнан келіп, осы жерге отырып сөйлесіп отырған алғысымызды білдіреміз. Әлбетте, сенің осы Қазақстан барысына барам деп отырсың. Біз де саған енді тілекші боламыз, жанкүйер боламыз. Біздің көк туымызды, біздің өңіріміздің атынан тағы бір тарихи жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Енді жалақың қанша? Енді жалақым қалжың. Керемет, біздің бағдарламамызға осылай келіп, уақыт бөлгенге шынымен де көптен көп рахмет. Сіздерге рахмет. Қымбатты телекөрермендер, бағдарламамыз осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізге бірге болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.